Орамжапырақ салынған бәліш өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасауға кірісейік. Жылы сүтке ашытқы қосып, оған 2 жұмыртқа қосып, жұмыртқаның бір сарысын бетіне жаққанға алып қаламыз. Сұйық май және ұнды аздан саламыз. Дәл осы кезде тұзды салып жіберіңіздер. Ұнды салуды жалғастырып, осылай қою болғанда қалған ұнымызды столға жайып, қамыр илеуді жалғастырамыз. Қолға жабыспайтындай болған кезде ұнды қосуды қоямыз, қалғаны артық. Салмасын дайындаймыз. Пиязымызды қуырып, оның үстіне сәбізімізді салып 1-2 минуттай қуырамыз. Оның үстіне орамжапырағымызды саламыз. Тұз, дәмдеуіштер қосып, ең соңында аскөкті қосып, тағы 5-10 минуттай қуырамыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны бірдей етіп 12 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігімізді жұқа етіп жайып, 1 ас қасық салмамыздан салып, осылай ораймыз. Видеода көрсетілгендей кесіп, орап, осындай форма келтіреміз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Міне дайын ас болсын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар және осы видеома лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.